Қайырлы күн, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Мен Қазақстан Республикасының диабеттік ассоциациясының президентімін. Бүгін бізге ең жиі қойылатын сұрақ десек те болады. Қант диабеті бар адамдарға ішімдік алкоголь қабылдауға бола ма, жоқ па деген сұрақты талқылаймыз. Егер алкоголь қабылдауға болса, қандай мөлшерде қабылдауға болады, және ол қауіпті ма деген сияқты сұрақтар да көпті мазалайды. Ол үшін біз алкогольдің ағзаға қандай әсері бар екенін білуіміз қажет. Біздің бауырымызда қажет болған жағдайда бауырдан шығып тұратын қанттың қоры бар. Егер адамда энергияны, қуатты көп пайдаланатын жұмыстар болса, оның орнын толтыру үшін бауыр міндетті түрде қорға жиналған қантты босатып тұрады. Ал алкогольдің құрамындағы этанол сол бауырдың жұмыстарын атқарып отырған ферменттерді бұғаттап тастайды, және алкоголь қабылдаған кезде бауыр алкогольді адыратумен айналысып кетеді, гликоген қорға жиналған қантты бөлуге шамасы келмей қалады. Сондықтан ең басты қауіп, егер алкогольді, спирттік өнімдерді қабылдаған жағдайда қанттың түсіп кету қаупі бар. Қантты түсіп кету қаупі гипогликемия деп аталынады. Гипо төмен, глик қант, эмия қандағы. Қандағы қант деңгейінің күрт төмендеп кетуі ағза үшін, әсіресе ми үшін өте қауіпті. Сондықтан да кез келген жағдайда спирттік өнімдерді, алкогольді ешбір шектеусіз қабылдай берудің қаупі бар. Енді қашан ағзаға өте қауіпті алкогольді қабылдау? Ол біріншіден инсулин пайдаланатын, инсулин салып жүрген адамдарда инсулин қандағы глюкоза деңгейін, қант деңгейін төмендетіп жатыр. Оған қоса алкоголь бауырдағы бөлінетін глюкозаның деңгейін реттеп отырған ферменттерді бұғаттап тастауына байланысты қанттың төмендетіп гипогликемия шақыру қаупінен басқа науқастарда қосымша қабылдап жүрген инсулині немесе таблетка түріндегі дәрілерде қантты түсіріп, жағдайды одан сайын ушықтыра түседі. Әсіресе егер алкоголь аш қарынға қабылданған болса, немесе адам қозғалыс жасаған болса. Әрбір қозғалыс кезінде білуіміз керек, бұлшықеттерде де жиналған қанттың қоры бар. Бұлшықеттердегі қанттың қоры гликоген түрінде жиналады, бауырдағы сияқты, және ол да қосымша адам дене жұмысын атқарған кезде бұлшықеттерден шығып пайдаланымға енеді. Осы жағдайларда физикалық күштеме түскен кезде, аш қарынға қабылдаған кезде, онан сайын жағдай ушыға түсіп, гипогликемия дамуы мүмкін. Гипогликемияның дамуы ағзаға қауіпті, әсіресе неғұрлым қант төмен болса, соғұрлым қауіпті, өйткені ми бірде-бір мезет, бірде-бір секунд глюкозасыз, энергия көзінсіз жұмыс жасай алмайды. Сондықтан гипогликемияның қандағы қанттың төмен түсіп кетуінің басты бір белгісі бастың айналуы, күрт әлсіздік пайда болуы, және тілі күрмеліп адамның сөйлеуінің бұзылуы, қарынның ашып тамақ қабылдағысы келіп кетуі, және ориентация жоғалтып қайда тұрғанын білмей қалуы. Қарап отырсақ, бұндай жағдайлар әрине арақ ішкен кезде де мас болудың да белгісі болуы мүмкін. Және бұл қанттың күрт төмен түсіп кетуінің де белгісі болуы мүмкін. Сондықтан арақ ішкеннен кейін адам өзінде бұндай жағдай неге пайда болып жатқанын түсінбей де қалуы мүмкін. Қандай зияны бар? Әрине көріп тұрсыздар, кейбір адамдар бір-біріне ақыл айтады. Қантты түсіретін арақ ішіп алды, қантыңды өлшей қой дейді. Иә, сол мезетте қант түседі, бірақ одан кейін керісінше қант одан сайын жоғарылайды. Демек, қандағы қанттың тұрақсыз болуы ол әрине осы алкоголь қабылдауының салдары. Тәбет жоғарылайтынын айттық жаңа, өйткені қант төмендеген сайын ми ағзаға тамақ қабылдау қажеттігі, глюкозаны жоғарылату қажеттігі жайлы сигнал береді. Сол кезде тәбет күшейеді. Әрбір қант төмендеген сайын адамның қарны ашып тамақ ішкісі келеді. Сондықтан олардың жиі тағам қабылдаған адамдардың салмағы да
жоғарылай түседі. Қан қысымының көтерілуі әрине диабеті бар адамда да, жоқ адамдарда да болуы мүмкін алкоголь қабылдағаннан кейін. Және тамырлар үшін қауіпті қандағы үш глицеридтер, қауіпті майлар жоғарылайды алкоголь қабылдағаннан кейін. Енді бізге көбіне сонда мүлдем алкоголь қабылдауға болмай ма деген сұрақ қойылады. Медициналық қандай ұсыныс жасай аламыз? Егер сіздің қантыңыз қалыпты болса және қарсы көрсетілімдер болмаса, біз қарсы көрсетілімдер жайлы мүлдем қандай жағдайда болмайтын жайлы айтамыз. Және қандай мөлшерде қабылдауға болатын жайлы сұрақ қойылады. Біз ол туралы мәлімет береміз. Енді біріншіден алкогольді қабылдау шарты. Аш қарынға қабылдамау керек деп айттық. Міндетті түрде басыртқымен, тамақпен қоса алкогольдің күшіне әсер ететін тамақтарды бірге қабылдау қажет болады. Және мөлшері шектеулі болады. Сіз қант диабеті болғандықтан басқа адамдар сияқты мен қанша ішкім келеді, соншама ішем деген сайын оның қаупі де жоғарылай түседі. Әрине әркімде әртүрлі жауап болады. Бір адам аз мөлшерде ішсе қанты өзгермеуі мүмкін, ал кейбір адамдарда аз мөлшерде ішсе де қанты түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан әрине алкоголь қабылдағаннан кейін өзінің жағдайын білу үшін қант деңгейін өлшеп отыру керек болады, бақылап отыру керек болады. Өз бетінше инсулиннің дозасын қант түсіп бара жатыр, азайтайын, немесе қант жоғарылап бара жатыр, көбейтейін деп қоса салуға, ала салуға болмайды. Өйткені ағзаның жауабы дәл сол мезетте емес, кеш, кейінірек, тіпті түнде де болуы мүмкін. Мөлшерлі доза дегеніміз 30 мл-дан аспайды. Әйел адамдарда, ер адамдарда 30-50 мл аралығында спирт сусындарын қабылдау, спирттік ішімдіктерді қабылдау. Және ешбір күнделікті осындай мөлшерде қабылдап тұру деген сөз емес. Күнделікті жүйелі түрде алкоголь өнімдерін қабылдау бауыр циррозына, бауырдың токсикалық зақымдануына, қабынуына алып келетіні белгілі. Сондықтан қантты түсіру үшін күнде алкоголь қабылдайтындар өздерінің бауырына зиян жасауда. Енді қандай алкоголь қауіпті, қандай алкогольді қабылдауға болады деген сияқты сұрақтар қойылады. Ол кезде біз сыраның құрамында көмірсулар, глюкозаны жоғарылататын жағдайлар көп екенін білеміз. Сондықтан сыра қантты көтереді. Тәтті коктейльдер және тәтті шараптар құрамында, тәтті шараптар дегеніміз құрамында оларында глюкоза болуына байланысты қант көтеріледі. Өте күшті пайызы жоғары спирті бар алкоголь қабылдау ол гипогликемия қаупін міндетті түрде шақырады. Ең қауіптісі, егер алкогольді аш қарынға қабылдаса және алкогольді қабылдар алдында күнделікті инсулиннің дозасын салып алған болса, және алкогольді мөлшерден тыс көп қабылдаған жағдайда ағзаға үшін өте қауіпті гипогликемия дамуы мүмкін. Мүлдем алкогольді қабылдауға болмайды деп айтамыз, егер диабеттік нейропатия болса. Диабеттік нейропатиясы бар адам гипогликемияны жақындап келе жатқанын білмей қалады. Олар бірден естен танып қалуы мүмкін, және оны мас адам деп ойлап адамдар оған көмек көрсетпеуі де мүмкін. Егер жаңағыны айтып кеткеніміздей, бауырда глюкозаның, қанттың қоры жиналады дедік. Егер науқаста бауыр ауыратын болса, диабетпен қоса тағы да бауыр ауруы болса, немесе бауыр ауруы қосылған науқас ол туралы білмейтін болса, әрине ол кездері жағдай өте нашар болады. Сондықтан біз мүлдем бауыр ауыратын адамға алкоголь қабылдама деп айтамыз. Жиі-жиі науқаста гипогликемиялар қайталанып тұратын болса, алкоголь қабылдамаған жағдайда да жиі қанты түсіп кететін адамдарға оның қаупін жоғарылатып қажеті жоқ. Жаңа айтып өткеніміздей, тамырлар үшін өте қауіпті үш глицеридтер ол жоғары болса қанда, әрине оны амбулаторлық жағдайда, емханаларда өлшеп біліп отырамыз. Ол жағдайда әрине онан сайын осы қауіпті майлардың жоғарылағаны жүрек қан тамыр жүйесі үшін әрине қауіпті. Және
міндетті түрде айтып кетуіміз керек, жүктілік кезінде ешбір алкогольдік спирттік ішімдіктерді қабылдауға болмайды, одан бас тарту керек. Қорытындылай келе, алкоголь қабылдау диабеті бар адамға жай ғана ешбір әсер етпейтін нәрсе емес, бейтарап өнім емес. Және жаңа қайталап айта кетейік, айтқанымыздай, гипогликемияға, қанттың күрт төмендеп кетуіне жиі алып келеді. Неғұрлым қант жиі төмендеп кететін жағдай болса, сол ғұрлым адамдардың миына қауіп төнеді, және ұмытшақтық, және де басқа да ми қызметінің бұзылыстары пайда болады. Жиі қант төмендеген адам әрине жиі тамақ қабылдайды, сондықтан салмақ қоса түседі. Ол да ағза үшін басқа қабылдайтын диабетті емдеуге арналған дәрілердің дозасын жоғарылатуға алып келеді. Және диабеттік асқынулардың қаупін арттырады. Осы уақытқа дейінгі айтылған диабеттің созылмалы асқынулары жиі алкоголь қабылдаған адамдарда онан сайын жоғарылай түседі. Егер алкоголь қабылдайтын болсаңыз, саналы түрде, бұл менің денсаулығыма қалай әсер етеді, менің диабетіммен қаншалықты қабылдауға болады деген сияқты өте жиі ойланып, осылай қаншалықты қабылдау керек, қаншалықты жиілікпен және қанша мөлшерде қабылдау керек деген сұрақтарға өзіңізге жауап беріп алып, содан кейін қабылдаңыз. Бірінші орынға денсаулықты қою керек. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерді қызықтыратын өзге де сұрақтар болса, каналға жазылып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, біз оларға жауап беруге тырысамыз.